Эдгава Рампо. Егіздер. Төртінші бөлім. Міне, дәл осындай қалтамның түбін көрсетіп, құр қол қайтып келе жатқанда басыма манағы ой сап ете қалды. Осындай жиіркенішті ойдан арылғым келіп, мұны енді қайта ойламауға өз-өзіме серт еттім. Уақыт сырқып өтіп жатты. Бастапқыда бойыма үрей сыйлаған ой енді соншалықты қисынсыз болып көрінбеді. Егер де аса сақтықпен осы ойымды жүзеге асырсам, ең алдымен ақшаны, сонан соң сүйіктімді өзіме қайтарамын деп есептедім. Бірнеше күн бойы миымның түбін кеміріп жатқан осы бір ойды мың ойланып, мың толғанып, ақыры іске асыратын болып шештім. Сіз мені дұрыс түсініңізші. Менің ағам деген һәм оның жеке басына деген ешқандай өшпенділігім болған емес. Туғанынан эгоист жігіт, байлық пен бақытты қалай да болса қолына түсіргісі келер анық. Ал мен тек эгоист қана емес, қорқақ та едім. Себебі ойға алған жұмысқа әрекетім маған қандай да бір қауіп тудыратын болса, мен оны өлсем де істемеспін. Бірақ ағамды өлтіру үшін не бел кетеді, не белбеу кетеді деп тәуекелге бел бууыма тура келді. Қалай болғанда да мен осылай жасауға тиісті едім. Содан мен жұмысқа әрекетімнің қандай болатынын жоспарлай бастадым. Ең бірінші оның отбасында өз-өзін қалай ұстайтынын және қалай жүріп тұратынын бақылау үшін ағамның үйіне жиі бас сұғатын шығардым. Қолымнан келгенше титтей де іс-қимылын назардан тыс қалдырғаным жоқ. Тіпті жуынып болған соң сүлгісін қай жерге қалай ілетініне дейін біліп болдым. Араға ай салып, осы бір ойға алған ісімнің алғышарттарына дайындалып. Алған соң, мен ағамды енді өз нәпақамды өзім табам деп, және сол үшін Кореяға кететінімді айттым. Менің қаңғып жүрген сұр бойдақ екенімді ескерсек, бұл әрекетім ешқандай күдік туғызбады. Ағам болса, бұл ниетімді қолдап, енді өмірге деген көзқарасың дұрысталғанын айтып, қуанышын білдірді. Алайда менің ішкі менмендігім бұл қуанышты бейне бір мойныма мінген масылымнен құтылатын болдым ғой деген ойды айтып тұрғанын дәлелдегісі келіп әлек. Қалай болғанда да жолға шығар алдында ағалық қамқорлығын білдіріп, маған домалақ сөмкесін сыйлады. Ойға алған мақсатымды орындау үшін бір күнді белгілеп, аға мен жеңгемнің шығарып салуын Токио вокзалына келіп, Симоносекиге бағытталған пойызға отырдым. Пойыз мені құшағына қысып алды да, аяғын сылтып басып, жолға шықты. Мен кеттім. Ең бірінші тоқтаған Ямакита аялдамасынан түсіп қалып, қарсы беттегі пойызға отырып, кеткен жеріме қайта оралдым. Ағам мен жеңгем мені кетті деп ойлады. Айтпақшы, Ямакатиден түскен сәтімде бекет маңындағы әжетханаға кіріп, жамбасымдағы қалды бәкімен кесіп тастадым. Енді менің ағамнан еш айырмашылығым болған жоқ. Ол мен ол болдық та қалдық. Жалғасы бар.